Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге Pindodo'ның ең соңғы версиясын жүктейтін боламыз. Ол үшін Google-ға барып, оң жағында фотоаппараттың үстін басамыз. Мына арнайы штрих бар. Осыны сканерлейміз. Бізге сілтеме шығарып береді. Сілтемені басып, ары қарай жүктеуді жалғастырамыз. Мінекей, все равно скачать дегенді басамыз. Бұндай штрих-кодты мен видеоның соңында сіздерге қоятын боламын. Өздеріңіз скрин жасап аласыздар және жүктейсіздер. Көбісінде Android-та және Play Market-те жоқ. Бұл Pindodo сондықтан ең соңғы версиясы болмаса, көбісінде проблема болып жатыр екен төлеу жағынан. Дәл осы сканерлеп осы штрих-кодпен сіз өзіңізге ең соңғы версиясын жүктей аласыздар. Мінекей, жүктеліп жатыр. Менде қандай проблема болды? Қазір осы жерде барлығын көрсетемін. Сіздерде де дәл осындай проблема болуы мүмкін. Басында скачать етілмейді қалуы мүмкін, дәл менікі сияқты. Мінекей, открыть деп басамыз. Ашылды, енді установить дейсіздер. Установить. Мінекей, октың үстінде подробнее деген бар. Соны басасыздар да все равно установить дегенді басасыз. Мінекей, бастым. Менде бұл жүктелу керек еді, бірақ дәл осы жүктелмей қалды. Сосын қайта жүктедім мен. Осы жерде барлығын көрсетіп отырмын. Сіздерде дәл осындай проблема болса, қайта жүктейсіздер. Мінекей, менде ашылмай қалады қазір. Қайтадан установка болып кетеді. Установить деймін қайта. Дәл жаңа алдын қалай жасадым, дәл солай жасаймын. Подробнее басамын. Все равно скачать деймін. Установить. Установка болып жатыр, мінекей. Қазір бізде жүктеледі. Сіздерге видеоның соңында штрих-кодты тастап қойып қоямын. Сол жерден скрин жасай аласыздар. Открыть деймін. Мінекей, уже менде жүктелді. Төменде оң жағында профиль бөлімін басамын. Міне, менің Гүлнұр деп шықты. Менің уже профилім ашылды. Сіздерге ақпаратын пайдалы болды деген үміттемін, және алдағы жаңа ақпараттарды бірінші кезекте сіздер көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.